Қайырлы күн аналар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге қалай балаға массаж жасаймыз және қанша уақыт жасаймыз. Мен тек қана бала массажы емес, сонымен қатар моторлы дамуымен қалай жұмыс жасаймыз, қанша уақыт жұмыс жасау керекпіз, және ол даму кезеңдерін әр этапқа бөліп айтамын. Ол бізде 0-3 айында 4 этаптан тұрады. Біріншісі 0-3 айында, 3-6 айында, 6-9 айында және 9-12 айында. Яғни 1 жасқа дейінгі кезеңдегі массаждың жасау уақыты қалай жасайды және моторлы дамуымен қанша уақыт жұмыс жасауымыз керек, сол жайында қазір айтатын боламын. Дәл қазір парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Кеттік. Ең бірінші негізі балаға массажды расслабляющий массаж жасаймыз және укрепляющий массаж жасаймыз. Расслабляющий массаж ол бізде гипертонус, яғни тонусы өте жоғары, тырысып қолдарын жаза алмайтын, алақандарын аша алмайтын, аяқтарының тырнақтарын ашпайтын балаларды айтамыз. Екінші ол гипотонус, яғни бос салбыраған балаларға біз укрепляющий массаж жасаймыз. Және профилактикалық массаж бар, ол енді ешқандай бұл екі негеде жатпайтын, гипертонус та емес, гипотонус та емес, жай просто бала, мысалға 3 ай болды, маған просто профилактически керек еді, баламда бәрі жақсы дейтін болсаңыз, жасауға болады. Енді балаға массажды бұрынғы совет кезінен бастап айтатын 15 минут массаж, 15 минут ЛФК деп. Сіздер мысалға ойламаңыздар, массаж жасатам деген кезде тек қана массажистер массаж жасамайды. Онымен қосып арасында ЛФК-сы да бірге жүреді. Мысалға массажды аяғына жасайды, аяғына массажды жасап болады, одан кейін сразу бірден ЛФК-сын жасап кетеді. Бұл как гимнастика десек болады, болмаса лечебная физкультура, бұл жаңағыдай жаттығулар жасайды, чтобы баланың шатын аша алу үшін, баланың жаңағыдай буындарының қалыптастыру үшін, қатайту үшін, болмаса босаңсыту үшін деген сияқты. Аяқ қолдарын созып, жазып, соның барлығын біз ЛФК арқылы жөндейміз. Енді моторлы дамуға келейік. Моторлы дамумен бірге қараңыздар, массаж, ЛФК, моторлы даму және фитболмен жұмыста балаларға жасалып жатады. Кейінгі мысалға соңғы осы моторлы дамуда фитболмен жұмысты гипертонус балаларға көп жасаймыз және гипотонус балаларға да жасаймыз. Қолдарын тіре алмайтын, шынтағын тіре алмайтын балаларға жасаймыз көбінесе фитболда. И жаңағы бір жақты дистония болып қалса, яғни баланың бір жағы жаңағыдай поза банана болып қисайып тұрса, и бір жағындағы бұлшықеттері көп жиырылып тұратын болса, соны ашу үшін біздер фитболда жұмыс жасаймыз. Оны кейінгі сабақта көрсетеміз, сіздерге бөліп көрсетемін. Енді ары қарай кеттік. 0-3 айында қанша уақыт жасаймыз, соны айтайық. Массаж балаға қазіргі кезде 20-25 минут керек. Бұл расслабляющий болсын, укрепляющий болсын, 20-25 минут массажы, 10-15 минут ЛФК-сы, 15-20 минут моторлы дамуымен жұмыс. Бұл 0-3 ай аралығындағы балаларға арналған. Өздеріңізге қазір жазып алыңыздар. Мен тағы қазір астына да жазып кетемін. 0-3 ай аралығындағы. Енді 3-6 ай аралығында әрі қарай кеттік. Массаж сол күйі қалады, 20-25 минут, ЛФК-да 10-15 минут, аралықта деп айтып жатырмын сіздерге. И моторлы дамуы 30-40 минут. Кешіріңіздер, мына жерде мен 0-3 ай аралығындағы фитболмен жұмысты ұмытып кеттім. 5 минут бөлеміз 0-3 ай аралығындағы балаларға. Енді 0 дегенде совсем 0 емес қой. Бала 5 килограмм болса, 5 килограммға толса, асса, 2 айынан бастап, айтайық 2 айынан бастап. Кейбір балалар болады, мысалға 4,5 кило болып туылады. Ол балалар уже бір айынан асып, 1,5 айында массаж жасауға келіп қалады олар уже. Потому что олар крупный болады өздері и нормально болады, оларға жасауға болады.
яғни сол 1,5 айынан бастап есептейік, 1,5 айынан ары қарай 3 айға дейін 5 минут фитболда жұмыс. И және моторлық антагонезде ең жақсы бір несі, методикасы тек қана массаж жасап, жаңағыдай моторлық дамумен жұмыс жасап қана қоймайды, анасына да тапсырма береді. Яғни менің жасап отқан массажымды, менің жасап отқан жаңағыдай тапсырмаларымды, сосын сіздерге тағы да салам, балаға қалай дұрыс күтім жасау керек. Сол туралы біз қалай десем екен, кішкене лекция оқып жібереміз. Осылай баланы дұрыс ұстаңыз, дұрыс жерден алыңыз, дұрыс шомылдырыңыз, памперсті қалай ауыстыру керек, оның барлығы маңызды. Оны алдағы уақытта салам, келесі видеолар сол туралы болмақ. Оған біздер 10-15 минут үйде, яғни анасы өзі жасайтын тапсырмаларды береміз. Ары қарай кеттік, 3-6 айында уже моторлы даму көбейеді. Потому что бала уже бұл жерде екі жақты аунап үйрену керек, еңбектеуге дайындау керек деген сияқты. Оған біз 30-40 минуттай уақыт кетіреміз, а фитболда жұмыс 10 минут болады уже, 10 минут. Мамасына үйге жұмысты уже көбейтеміз, 20-25 минут. Яғни мен жаңағыдай өзім массаж жасап жатқан кезде, жаңағы моторлы дамуын мен жұмыс жасап жатқан кезде мен уже мамашаға айтып отырамын. Менен көріп алыңыз деп айтып отырамын. Мен былай жасап жатырмын, былай жасап жатырмын. Сосын мамасына сол жерде тағы да жасап көрсетемін. Жасап көріңізші деп. Жасай алмай жатады кейбіреулер, енді бірінші рет болғаннан кейін үйретіп, сол жерде бірден үйретіп жібереміз. Енді ары қарай кеттік. 6-9 айында массаж, ЛФК уақыты сол күйі қалады. Моторлы дамуда сол күйі қалады, және фитболмен жұмыста сол күйі қалады. Енді бұл жерде уже біздер баланы түрттағанда еңбектетіп, толықтай еңбектетіп, бүйір бұлшықеттерінің барлығын дамытып, отыруға үйретіп жібереміз бұл жерде. Енді соңғы несі 9-12 ай. Сіздер есептеп отырсаңыздар, қараңыздар, бір балаға 1 сағаттан аса уақыт кетеді. Потому что бұл жерде балалар әртүрлі болады ғой, біреулер жылайды, көбінесе енді бала бірінші жасаған кезде жылайды енді ол кезде, потому что балаға непривычно ондай нәрсені бұрын жасап көрмегесін, ол балаға дискомфорт болады бәрібір. Бірінші күндер, екінші күндер жылайды, одан кейін сәл-сәл уже үйрене бастайды. Баланы алдап сулап, ойыншықпен ойнатып, солай жасай беруге болады. Енді 9-12 айда массажымыз қалады, солай 20-25 минут, ЛФК 5 минут болады бұл жерде. Бұл жерде ЛФК-сы уже азаяды, себебі моторлы дамуға біз көбірек көңіл бөлеміз. Егер де 9 айда бала әлі еңбектемеуі жүрсе, оны үйретеміз, отырмаса оны үйретеміз. Және жүруге дайындаймыз бұл жерде. Ең бастысы жүруге дайындалатын техникалардың түрі енді 6-7 техника бар бұл жерде. Сол техниканың барлығын әрқайсыны 10 минуттан жасаған кезде 1 сағат кетіп қалады кейде даже. Балалар жылап жасатпай жатады, ол кезде уже көбірек уақыт кетеді. Кейде өзім мен 1,5 сағаттай уақыт кетіп қалады кәдімгідей. Моторлы даму 40 минут, фитболмен жұмыста 10 минут, анасы үйде 20-25 минут ары қарай заниматься ету керек. Ол тек бір уақыт емес, мысалға үйіне барғасын 1-2 рет, 3 рет қайталап, мен көрсеткен нәрселерді қайталап істесе болады. Және үнемі қадағалауда болатын дүниелер бар. Егер уже бала еңбектеп отыруға дайындалып жатса, ол жерде де бір жасалатын техникалар бар. Жалпы осы массаждың уақыты мен сіздерге тағы да астына дополнительно жазып кетемін қазір. Әр ай аралықта қалай жасалатынын. Егер де сұрақ болып жатса, түсінбей жатсаңыздар, астында комментарийге қалдырып кетіңіздер. Қандай сұрақтарыңыз бар, мен барлығына жауап беріп қарап отырамын. Және массажды жасаған кезде майды дұрыс таңдаңыздар, май аллергия тудырмау керек. Или болмаса присыпкамен де қолданып жасасаңыздар болады, қолдансаңыздар болады. Бүгінше осы
Ары қарай енді алдағы уақытта біздер баланы дұрыс күтімі туралы айтатын боламын. Егер де ақпарат пайдалы болатын болса, басқа туыстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, тіркеліп кетіңіз. Сау